Сәлем достар, баршаларыңызға. Сіздермен Арайлым. Бүгін сіздерге өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын зебра пирогының рецептісін ұсынамын. Мен жасаған пирогтардың ең жұмсағы және піскен кезде де өте әдемі болып көтеріледі. Кескен кезде дәл осындай іші осындай болып шығады. Ендеше осы пирогтың рецептісін бірге жасайық. Ең алдымен бізге керек ингредиенттер ол 4 жұмыртқа және қант. Қант пен жұмыртқаны жақсылап миксерлейтін боламыз, аппақ түске айналғанша. Дәл осы видеодағыдай аппақ болады, көтеріледі. Жұмыртқамен бізде қант. Енді осының үстіне қаймақ қосатын боламыз. Менде қаймақ 20%-ық дүкеннің қаймағы. Араластырып болған соң, оның үстіне бөлме температурасындағы сары май, немесе сары майларыңызды жаңға тоңазытқыштан шығарған болсаңыздар, оны микроволновкада ерітіп салуларыңызға да болады. Тағы да жақсылап миксерлеп араластыратын боламыз. Енді осы кезде алдын ала ұнды мен өлшеп алдым. Осы ұнның үстіне 1 шай қасық соданы қосып араластыратын боламын. Және ұнымызды біздің дайындап жатқан сұйықтыққа сетка арқылы өткізетін боламын. Яғни сеткадан өткізетін болсаңыздар, біздің пирогтарымыз өте жұмсақ әрі үлкен болып көтерілетін болады. Ұнды қосқан кезде мен барлығын бірден қоспаймын, 2-ге немесе 3-ке бөліп қосатын боламын. Бірінші бөлігін қосып болдым, енді осылай миксердің көмегімен миксерлейтін боламыз. Егер ұнды електен өткізбеген жағдайда пирог аласа болып шығуы мүмкін, сондықтан міндетті түрде електен яғни сеткамен өткізетін боламыз. Енді оның қалған бөлігін дәл осылай сеткадан өткізетін боламын. Барлығын қоспаған себебім, яғни біріншіден жақсы миксерленбейді. Егер 2-ге бөлетін болсаңыздар, жақсы миксерлейтін болады. Сонымен қатар көтерілетін болады пирогтарыңыз. Бізде осындай әдемі түстес қамыр шықты, біркелкі крем тәріздес. Енді осы қамырды мен 2 ыдысқа бөліп алатын боламын. Екінші ыдысқа жартысын құйып алатын боламын. Бірінші ыдысқа 2 ас қасық какао қосатын боламын. Және осы какао қосылған ыдыстағы қамырды жақсылап миксерлейтін боламыз, бір түске айналғанша. Міне бізде қамырымыз дайын болды. Бірінші қамырға біз какао қосқандықтан шоколад тәріздес болып шықты. Енді осы 2 қамырға бір ас қасықтан қоятын боламыз. Формамызға салатын боламыз. Форма менде 20 диаметр, бірақ сіздер 22, 24, 26 диаметрге жасауға да болады. Әр қамырдан 2 ас қасықтан салып отыратын боламыз. 2 ас қасықтан салып отырсаңыздар, әр қайсынан, сонда біздің зебра жолақтары өте әдемі көрінеді. Осылай бірінен соң бірін барлық қамырды салып шығатын боламыз 2 ас қасықтан, яғни біздің қамырымыз біткенше, кезек-кезек. Қамырларымызды салып болып қалдық. Енді бізге достар ағаш таяқша қажет болады. Осы ағаш таяқшаның көмегімен әдемі өрнектер жасауға болады. Піскен кезде пирог өте әдемі болып шығады. 180 градуста 45 минуттай пісіретін боламыз. Міне достар, біздің пирогымыз қазір ғана пештен шықты, ыстық болып шықты, өте әдемі болып көтерілді. Өрнектерді қарасаңыздар, өте әдемі көрініп тұр. Енді осы зебраны суымай бірден пышақпен кесіп, шаймен жеулеріңізге болады.
өте керемет ыстық күйінде жесеңіздер. Міне кескен кездегі мен формасын көрсететін боламын. Ішкі формасы да өте әдемі шығады. Яғни біз шоколадты қамыр мен ақ қамырды екеуін араластырғандықтан. Міне достар, осымен рецепт аяқталды. Егер сіздерге рецепт ұнаса, комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Арайлым.